Төртінші дәріс сөз жасамдық мағына, сөз жасамдық үлгі мен тип және сөз жасамдық жұп мәселесі. Жалпы сөзде түрлі мағыналар болады. Ең алдымен сөзді сөз деп тану үшін оның лексикалық мағынасын білуіміз керек. Мысалға, әнші деген сөздің лексикалық мағынасы ән айтатын адам мәні. Ал енді осы сөзде лексикалық мағынамен қатар грамматикалық мағынасы бар. Ол сөздің туынды түбі ретіндегі мағынасы әнші сөзінің заттық ұғымды білдіруі, жалпылама зат атауын білдіруі, деректі зат атауын білдіруі. Ал енді оған қосымша қосатын болсақ, мысалға әншілер деп, бұл жерде қосымша арқылы көптік мағына қосылып тұр. Бұл да оның грамматикалық мағынасы. Енді туынды сөзде лексикалық және грамматикалық мағынамен қатар сөз жасамдық мағынасы болады. Ол қандай мағына? Сөз жасамдық мағынаның лексикалық, грамматикалық мағынадан айырмашылығы неде? Лексикалық мағына сөздің жекелеген нақты ұғымдық мағынасы. Ал грамматикалық мағына деген белгілі топтағы сөздерге тән ортақ, жалпылама, категориялық мағынасы. Ал сөз жасамдық мағына дегеніміз бірнеше сөзде қайталанып отыратын, сол тұлғаға тән ортақ, жалпылама мағына деген сөз. Мысалға, қойшы, әнші, егінші, әнші, немесе арбакеш, қаламгерді алатын болсақ, бұлардың барлығына тән ортақ мағына, мамандық, кәсіп, немесе адамның белгілі іске бейімділігін білдіру деген секілді мағына. Осы мағынаны туынды сөздерге тән сөз жасамдық мағына деп айтамыз. Сөз жасамдық мағынаның қандай түрлері бар? Сөз жасамдық мағынаны Нұржамал Оралбай 4 түрге бөледі. Біріншіден, өзгерген туынды мағына. Бұл жерде негіз сөз мағынасының негізінде басқа мағына жасалады. Мысалға, көгер деген сөз көк деген түртістің негізінде жасалып тұрған жаңа атау, жаңа мағына. Жасар, жас деген сындық мағынадағы сөзден қимыл мәнді сөз жасалып тұр. Қартай дегенде қарт деген заттық мағынада сөзден қартқа айналу мәнді етістік жасалып тұр. Елбасы дегенде екі сөздің бірігуінің нәтижесінде елді басқаратын адам мәніндегі сөз жасалды. Алтыбақан, яғни алты бақан екі сөздің бірігуі нәтижесінде жаңа атау мәніндегі сөз жасалды. Осындай мағыналарды, жаңа атау мәнін беретін екіншілік мағынасы бар сөздерді өзгерген туынды мағына деп айтамыз. Ал түрленген туынды мағынада бұл жерде негіз сөздің мағынасы толық өзгеріп кетпейді. Оның мағынасында түрлі өзгерістер ғана болады дейді. Мысалға, дөнен, дөнежін, бала, балапан. Бұл жерде кішірейту мәні. Көл, көлшік, әке, әкетай. Бұл жерде зат есімнің рең мәнді жұрнақтар арқылы жасалып, түрлі кішіреткіш мәндер беріп тұр. Оны орыс тілінде модификационное значение деп аталады. Негізінен бұл жерде бір мәселе бар. Егер де сөздің қосымша қосылу арқылы мүлде жаңа мағыналы сөз жасалса, оны сөз туды деп айтуға болады. Ал енді мысалға, көл, көлшік, әке, әкетай деген сияқты мүлде жаңа мағыналы сөз жасалмай, тек қана реңкті білдіретін болса, оны жаңа туынды сөз деп айтуға келе бермейді. Мысалға, осыған қатысты мынандай пікірлер бар. Мысалға, апа, апай, ағай, аға, ағай дегенде, ағай, апай сөздері мұғалім, мұғалима деген сөздердің баламасы, мектептің мұғалімі мәніндегі сөздің баламасы ретінде қалыптасып кетті. Сол себепті бұларды да жаңа сөз ретінде алуымыз керек деген пікір бар. Сол сияқты, мысалға, үйшік сөзін алатын болсақ, үйшік, мысалға, адамның тұратын баспанасын үйшік деп айтпаймыз. Үйшік деп тек иттің ұясына қатысты айтылады. Осы тұрғыдан алған кезде бұл жерде бір жаңа бір мағыналық өзгеріс, даму бар деуге болады.
Ал енді толыққанды сөз ретінде қалыптасып, сөздікке енсе, оны туынды сөз ретінде қарастыруға болады. Ал енбейтіндей түрлі реңк мәні болатын болса, оны жаңа туынды деп қарауға болмайды. Үшіншіден, сөз жасамдық мағынаны көшірілген туынды мағына деп айтады. Мұнда ол транспозиция немесе сөз таптарының алмасуымен байланысты. Бұл жерде сөз амонимдық құбылыстарға жатқызуға болады. Мұнда мысалға қатырма сөзінің етістік бар. Қатырма деген зат есім бар. Яғни қатырма зат есімінің жасалуына осы қатырма етістігінің мағынасының ауысуы себеп болған. Сол себепті бұны көшірме мағына деп айтады. Бұл сөз таптарының ауысуымен байланысты. Қатар деген зат есім бар. Қатар отыр десең, үстеуіне айналып кетті. Демек, бұл жерде де мағына ауысу, көшіру құбылысы бар. Айтыс, етістік, ақындар айтысы дегендей зат есім пайда болу, тікелей осы етістікпенен етістіктің мағынасының сөз табы ретінде алмасуымен байланысты. Төртінші сөз жасамдық мағына, туынды мағына, оны теңбе-тең мағына деп айтады. Бұл негіз сөзбенен бір қысқарған сөздің арасындағы қатынасқа, баламалы қатынасқа негізделіп отыр. Бұл жерде де бір мәселе бар, мағыналық жағынан теңбе-тең болғанымен, бұл қолданыстарды, бұл қысқартуларды жаңа сөз деп қабылдауға келе бермейді. Сөз жасамдық мағынаны жалпы және жеке сөз жасамдық мағына деп бөлу үрдісі де бар. Жеке сөз жасамдық мағына дегеніміз жекелеген сөздерде мағына болатын болса, мысалға әнші, биші, әрқайсының мағынасы жеке сөз жасамдық мағына болатын болса, енді олардың барлығына тән ортақ мағына мамандық, кәсіпті білдіру, оның жалпы сөз жасамдық мағынасы болады деген сөз. Енді сөз жасамдық мағына жекелеген сөзде ғана емес, қосымшаларда да болады. Яғни қосымшаның біз семантикасын көрсетіп отыруымыз керек. Мысалға, лық, лік деген әртүрлі қолданыста түрлі мағына беретін амонимдік көп мағыналы қосымша деуге болады. Біріншіден, абстракты ұғымдағы заттық атаулар деп бөлінеді. Достық жаса, жаңалық ашты, мүмкіндік берді, зат атаулар. Біріншіден абстракт болатын, екінші нақты ұғымдық заттық атаулар. Түндік, ашылды, орындық, қойылды, тұздық әкел, қымыздық өсті, заттық мән. Үшінші, мезгілдік мән беру, айлық, жол, апталық, жол сапар. Төртінші, қатыстық, заттық ұғым атау, бірлік болсын, екілік алды, үштік одақ. Төртінші, мекендік мән, егіндік, егістік. Келесі, абстракт ұғымды сындық қасиеттерді білдіру, қоғамдық орын, қалалық әкімшілік, жолдастық сот. Сонда бір ғана қосымшаның өзі бірнеше түрлі мағыналарда жұмсалыпты. Сонымен қатар бірнеше қосымша бір ғана мағына беруге мүмкін. Мысалға, аманаттардың көрсетуі бойынша мекендік семантиканы білдіретін туынды зат есімдер бірнеше жұрнақпен жасалады. Мысалы, шабындық зат атауы мекеннің мағынасында, қыстақ, емхана, Қазақстан, Шымкент, Суат, Қырат, Шөлейт, Шатқал, Ойпаң, Қыстау дегендердегі барлығы да орын мекенді білдіретін сөздер әртүрлі қосымшалармен жасалып тұр. Бірақ соған қарамастан олардың барлығының семантикасын біркелкі деуге болмайды деп көрсетеді. Келесі, Нұржамал Оралбайдың пікірінше, туынды сөздердің мағынасында қандай тәсілдер арқылы жасалғанына қарай түрлі айырмашылықтар болады дейді. Қосымша арқылы жасалған туындыларды лексикалық, синтаксистік деривация деп атаса, аналитикалық тәсіл арқылы жасалған туындылар синтагматикалық деривация деп атау керек дегенді ұсынады. Яғни синтагма ол синтакстік қатынаспенен тікелей байланысты күрделі сөздерге тән мағына деген сөз.
жалпы алғанда сөз жасамдық мағыналарды осылай жіктеп көрсетуге болады. Келесі тақырып сөз жасамдық үлгі, тип, жұп деген негізгі сөз жасамдық бірліктерге тоқталайық. Бірінші, сөз жасамдық тип деген не? Ол тип белгілі бір сөз табынан белгілі бір тәсілмен жасалған туынды сөздердің жиынтығы деген сөз. Демек, тип болу үшін үш түрлі нәрсе болу керек. Біріншіден, туынды сөздің барлығы бір сөз табына жату керек, бір тәсіл арқылы жасалу керек, және сөз жасамдық мағынасы бірдей болу керек. Мысалға, балықшы, егінші, күзетші. Үшеуінің де сөз жасамдық негізі балық, егін, күзет зат есіммен жасалып тұр. Шышы деген бір қосымшамен, бір тәсілмен жасалып тұр, және барлығының мағынасы бірдей. Ол мамандық, кәсіп немесе белгілі бір іске бейімділік. Осындай сөздерді бір сөз жасамдық типтегі сөздер деп айтамыз. Келесі, сөз жасамдық үлгі деген термин бар. Үлгі дегенде бұның сөз жасамдық типтен айырмашылығы әртүрлі сөз табынан бір формамен жасалады, немесе әртүрлі формамен, әртүрлі тәсілменен мәндес сөздер жасалады. Мысалы, әнші, оқушы дегендер бір тектес үлгідегі сөздер. Бұның типтен айырмашылығы ән деген зат есім, оқушы дегенде оқу, етістіктен. Демек, әртүрлі сөз табынан бір тұлғамен жасалып тұрған бір тектес үлгідегі сөздер. Ал енді баспагер, баспашы деп айтатын болсақ, мұндағы мәндес сөздер негізі бір болғанмен әртүрлі қосымшамен жасалып тұр. Әртектес үлгі деген сөз. Сондай-ақ әртектес үлгі мүлде мағынасы негізі басқа сөздерден де жасалуы мүмкін. Мысалға, суретші, суреткер, немесе егінші, диқан десек. Екеуі бір мәнді беретін сөз, бірақ әртүрлі сөз арқылы жасалып тұрғандықтан әртектес үлгідегі сөздер деп айтамыз. Келесі ұғым сөз жасамдық жұп немесе қосақ. Бұл екі термин сөз жасамдық қатар бірдей қолданылып жүр. Кейінгі кездердегі зерттеулерде сөз жасамдық жұп деп берілген. Бұнда негіз сөзбенен туынды сөзді қатар алып қарастырсақ, соны жұп деп айтамыз. Мысалы, су, сушы, өн, өнім, кес, кесім десек, бұл әрқайсысы жеке жұп құрайды. Сондықтан бұларды шағын сөз жасам деп атауда кездеседі. Сөз жасамға байланысты алғашқы терминдер осылар болады. Назарларыңызға рахмет.